Harusnya jujur. Masih ben sampai. Foto itu sekian. Sihirli sandıkça elsi arqылы topқа bölінеміз. Мынау сихырлы sandıkçada sanдар бар балалар. Осы sandарды алыңыздар тез-тез. Осы sandарға байланысты біз topқа bölінеміз. Тез-тез бір-бірден аламыз. Тез. Алғандар енді өздерін көріп отырсыңдар ғой, қандай сандар алдыңдар? Енді бұлар нелер қалай? Қолымыздағы не? Яғни теңгелер, тиындар. Енді бұлар бірінші топқа 5 теңгелік деп отырсын, екінші топқа 10 теңгелік деп отырсын, үшінші топқа 20 теңгелік деп отырсын. Тиынымызды содан кейін қасымыздағы тиын салғышымызға салып қоямыз. Салып қоямыз. Жылды шала
демалды. Мақта сатып алуға 40 теңге жұмсады. Әткен жеткенге 50 теңге жұмсады. Ол демалыста көңілді қайтты. Есептің сұрағы бар ма? Жоқ. Ал әлсіз сұрақ. Қанат жексенбі күні саябақта демалды. Ол тәтті мақта сатып алуға 40 теңге жұмсады. Әткен жеткенге 50 теңге жұмсады. Ол шығын шығарып жатыр ма? Шығарды. Қанат демалысында қанша теңге жұмсады? Қанша теңге жұмсады деп ойлайсыздар? Есептің шешуі. Бұғаш, ауызша орындап кетейік. Қанша теңге жұмсады? Мақта сатып алды 40 теңгеге. Дұрыс айтады, 90 теңге. 90 теңге қалай таптық? Екінші топтақ бізде 90 теңге қалай шықты? Дұрыс айтады. Яғни, естедік зере. Осы яғни мақта мен әткеншектің кеткен ақшасын бір-біріне қосамыз, жарайсыңдар. Зере отыр қойып қоямыз, жарайсыңдар. Бұл бізде қанша теңге болып шықты балалар? 90 теңге. Есептің шешуі 90 теңге. Енді бізде екінші есеп қобдиша тапсырмасын бізде былай айтады. Есепке сәйкес келетін сызбаны тауып, есепті шығар. Бұл бөлімде біз есепті шығарамыз балалар. Бұл бізде екінші есеп. Дәліз. Астында сәт түсірді қатыршы. Яғни мәтінде бұл есеп. Есепте кейіпкерлер кімдер? Нұрлан мен Нұргүл. Бұлар не істепті? Тиын жинағышқа ақша жинапты. Нұрланның қанша ақша салыпты Нұрлан? 8 теңге. Нұргүл қанша теңге салды? Не сұрады? Дұрыс айтады Зере. Барлығы қанша теңге? Есептің бірінші дұрыс айтасыздар. Шартына не деп жазамыз? Бірінші шарттың бәріміз бірге жазып отырамыз. Бұл бізде екінші есеп. Екінші есеп. Не дейміз шартына? Дұрыс, шарты. Бұл бізде екінші